Енді мен сізге бір видео көрсетейін, соны түсіндіріп беріңізші. Не дейді? Ей, мама! Сен не айтып тұрсың? Сен қолын жібер. Мама, шашын жібер. Сен қолын жібер. Сен қолын жібер. Мама деп бір ауыз сөзді. Бір кешірім сұрауға болмаймын. Маған осы сөзді айт. Осы сөзді айт. Шек осы сөзді айт. Үйге істеп қойған тамақ көшеде итке тасиды. Қарап тұрып сиып тастай салады. Мен не істеуім керек оғанша? Зульфия апай, сіз кішкентай қараусыз қыздың шашынан жұлып жатсыз ғой, байқайсыз ба? Тата бұл, ашу сен өзің бар ғой, әлі балалы болған жоқсың ғой. Мен мысалда біреудің баласы емес, мен уже шыны керек қой, өзім немереме қарағым келмей кетті ше. Өйткені тыңдамайды. Не істеймін басқа? Жоқ, тыңдамаса таяқпен тыңдату деген дұрыс емес қой. Қазір сіздің үстіңізден осы балалар арыз жазыпты. Иә, білемін, жүріп жатыр ол дело. Шақырып жатыр, тергеу алады, шақырады. Одан кейін сізге бір сұрақ қоямын, маған шынайы жауап беріңізші. Сіз ішімдік ішесіз ба? Иә, тойдуманда. Тойдуманда. Сөйтіп ішіп келіп балалардың мазасын алады екенсіз ғой? Жоқ. Оған ол енді жала шығар мүмкін. Бұл да ішіп алған кезіңіз ғой? Жоқ. Демалып жатқан кезім. Мен өз залымда жатырмын ба? Мен өз үйімде жатуға Кім байлады? Иә. Мама. Мама? Зульфия ма? Иә. Сен Таня байлады деді ғой. Зульфия байлады ма? Қалай байлады? Ұрып ұрып байлады ма? Қолыңды көрсетші, неге қолыңды не ала бересің? Не болды қолыңа? Көгеріп қалды ма? Мына жерлерің ба? Осы жерлеріңнен ұрды ма? Не үшін байлады? Не үшін байлады? Не себеп байлады? Айтып берші маған. Бәрін айтып берші. Не үшін байлады? Айта бер. Мені дәрі бердіңіз деп ұрған. Дәрі бердіңіз деп? Ұрған? Кімді? Маманы ұрдым ғой мен. Ішпеймін деп па? Иә. Сол үшін сен байлап тастады ма? Ұрып байлады ма? Иә, мен қолын байлап тастаңдар деді. Сен айқайлағанда аузыңды байлап тастадың ма сол күні? Сен айқайлағанда аузыңды байлады ма? Иә. Сол маман қарап, сол мама деген Зульфия апай қарап тұрды ма саған? Иә. Неге сен Русланға барған кезде шындықтың бәрін айтпадың? Ау? Кеткеннен кейін ұра ма? Ол кеткеннен кейін айтып қойсаңдар, бір нәрсе айтсаңдар. Иә. Ұра тастаған дәрі береді. Басыңа алдыратын дәрі беріп тастайды ғой. Басың айналдыратын ба? Ішкеннен кейін басың айналып кете ма? Иә. Қаншалық көп қолданасыңдар? Қанша рет ішесің? Күніне қанша рет ішесің? Күніне ма? Сол дәріні бергеннен кейін уже өзіңді жайсыз сезінесің ба? Иә. Басың айналып. Басымен ұрып кетеді. Ішкеннен кейін ба? Иә. Мен өліп қалған адам сияқты қыламын. Өліп қалады. Дым сезбей жатасың ба? Анандай өліп қалған адам сияқтымын да. Сезбеймін ешнәрсе. Таразда асыранды балаларды ұрып соққан қамқоршы қамауға алынды. Полиция екі бірдей бап бойынша қылмыстық іс қозғап тергеу жүргізіп жатыр. Ал қорлық көрген жеткіншектер қазір бейімдеу орталығына жеткізілді. 7 баланы асырап алған Зульфия Төленова құлдықтан құтқарылған апалы сіңілі Құндыз бен Назгүлді де азаптаған көрінеді. Сұмдық жағдай әлеуметтік желіге тарап, қазір тиісті органдар тексерісті бастады. Мәселенің мән жайын әріптесім Нұрадин Рақай біліп келді. Мен алып кетіңіздер. Сіздерден өтінемін. Былтыр ғана 17 жыл туған ағасы құлдықта ұстап қой баққызған апалы сіңлілі қос қыз құтқарылған еді. Тараздық Зульфия Төленова Құндыз бен Назымды бауырына басып асырап алған, бірақ Тараз тұрғыны көп ойлағандай ұл қыздарға қамқорлықтан та қоймапты. Әсілінде әйелдің асыранды балаларын таяқпен тәрбиелегені мына бейнежазбадан ақ анық байқауға болады. Осылайша отырса опақ, тұрса сопақ қылған қамқоршы жеткіншектерге күн көрсетпеген, ал зәбір көрген 4 бала мектеп психологынан жәрдем сұрап бар жайды жайып салыпты. Ол кеше бүгін орын алған жағдай емес. 2025 жылдың 29 желтоқсан күні балалар мектепке келгенде мектеп психологы аталған балаларға қатысты ұрып соғу фактісін анықтаған. Балаларды қамқорлығына алуға қатысты қаулының күші жойылды. Жуырда
ғана әлеуметтік желіде Құндыздың қол аяғы мен аузы скотчпен буып тастаған жағдайда жұрттың жағасын ұстатқан. Сондықтан жергілікті билік ақыл есінде кемістігі бар апалы сіңлілі қыздарды да бақылауға алып, арнайы орталыққа жеткізген. Бірақ қатты қорқып қалған олар ешкіммен тілдесуге тілек білдірмепті. Қыздарымыздың қазіргі жағдайы барлығы жақсы, орталыққа орналастырылды. 14 күндік бақылау жұмыстары жүргізіледі. 14 күн ішінде 8 бағытта мемлекеттік стандарт бойынша 8 бағыт бойынша қадағалау жүргізіледі. Қандай қысым жасалғанын енді ол қыздармен мысалы біз барып, сіз барып сөйлескенмен ол ашық сөйлеспейді. Ал Зүлфия Төленова Құндыз бен Назымға күш көрсетпедім деп ақталды. Мына жағдайды кім түсіріп, қалай жіберген мен білмей отырмыншы. Мен болмадым мына жағдайда. Мен бұл жағдайға жібермес едім. Егер де мен өзім байлап сондай жағдайға жеткізіп атсам, онда мен өзіммен қасандық жасамайтын шығармын. Белгілі болғандай Құндыз бен Назымның құжаттары дұрыс емес. Реттелгенше олар арнайы орталықта ем алатын болады. Ал ұл-қыздарына қол көтерген қамқоршы бүгін қамауға алынды. Егер кінәсі дәлелденсе, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді полиция департаменті. Осылайша бала асырап мемлекетте мол жәрдемақы алған анадан бұл оқиғадан соң барлық балалар мемлекет қарамағына қайтарылды. Менің мына қазір көріп, мына желдегі мына тарап кеткен оқиғаны мен өзім таңғалып отырмын. Мен қаншама жылдар, қаншама балалар алып, мен сіздердің алдарыңызда ақталайын деп отқан жоқпын. Бірақ та мына жағдайды кім түсіріп, қалай жіберген мен білмей отырмыншы. Мен болмадым мына жағдайда. Мен бұл жағдайға жібермес едім. Егер де мен өзім байлап сондай жағдайға жеткізіп атсам, онда мен өзіммен қасандық жасамайтын шығармын. Мен онда байлап қойып, мен суретке түсірткізбейтін шығармын балаларға, келген адамға. Ал енді бұл жағдайды мен білмеймін. Бұл балалар ақыл ескен балалар болғаннан кейін енді Құндыз бен Назгүл, Құндыз көбінесе Назгүлді ұрып соғады. Сол арада мүмкін байлаған шығар. Мен оны білмеймін, бәрі бұл үйдегілер, балалардың бәрі ақыл ескен балалар ғой. Мен бұл жағдайды қай уақытта болғанын да білмейді екен, мен бүгін білдім. Мен балалардың, мысалы, денсаулықтары жөнінде, балалардың жаңа продуктысы жөнінде, осылардың документациясын жөнінде мен көп шығып кетем. Мен келгенде үйдің іші тып-тыныш, бәрі әп-әдемі отырған балалар болады. Бұл жерде мен ойлаймын, менің аяғымнан шалу, немесе бір ар намысыма нұсқан келтіру шығар. Мен осынша жыл қаншама бала шағаны өмірге асырап, өмірге арғарай өсіріп жіберген қаншама бала шағам бар. Мен оны еш уақытта да білмеймін, ондай болу мүмкін емес. Кімнің қалай істегенін аяқтан шалу деп ойлаймын бұл жерде ше. Мен өз-өзіме